إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر. Умар радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, қашанда муәззин, яғни муәззин дегеніміз азан шақырушы Аллаху акбар деп айтатын болса, онда сендер Аллаху акбар деп қайталаңдар дейді. Көрдіңіз бе? Сахабалар хадисті қалай жеткізіп жатыр? Қалай болды оқиға тура солай жеткізіп жатыр, өзгертпейді. Сумма қала, сөйтіп ашхаду алла илаха иллаллах деп айтатын болса, сендер айтыңдар ашхаду алла илаха иллаллах деп айтыңдар дейді. Сумма қала ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Одан кейін муаззин ашхаду анна Мухаммадан расулуллах деп айтады, сендер ашхаду анна Мухаммадан расулуллах деп айтыңдар дейді. Сумма қала, одан кейін айтыңдар хайя аля сола деп, одан кейін хайя аля сола деп айтады муаззин, сонда сендер ла хаула ва ла қувата илля биллахны айтыңдар дейді. Яғни азанды айтып жатқан кезде қайталауымыз керек, бірақ ла хаула ва ла хайя аля сола деген кезде ла хаула ва ла қувата илля билла деген зікірді айтуымыз керек. Сумма қала хайя аля фала. Одан кейін муаззин не деп айтады? Хайя аля фала деп айтады. Сонда сендер ла хаула ва ла қувата илля билла деп қайтадан айтыңдар дейді. Сумма қала, одан кейін муаззин не дейді? Аллаху акбар дейді. Сендер де Аллаху акбар деп қайталаңдар. Сумма қала ла илаха иллаллах. Одан кейін муаззин не дейді? Ла илаха иллаллах деп айтады. Сонда сендер де ла илаха иллаллах деп айтыңдар. Мин қалбихи, жүректеріңмен айтыңдар дейді. Дахалал жанна, сонда сендер жәннатқа кіресіңдер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Жәннатқа кіру үшін міне осы амал жасасаңыз болады. Бұл хадис раваху муслим, муслимде келетін хадис. Сүннет болады. Жоқ, сүннет болады дегеніміз, яғни оқуымыз керек деген сөз. Оқуымыз керек. Егер де қалада азан шақырылған болса, сен білесің, қалада осындай уақытта азан шақырылады. Онда Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху айтқандай, азанул хай якфи дейді, яғни қаланың азаны жеткілікті дейді. Ол кезде уже азан шақырмай-ақ қойсаңыз болады. Келесі хадис. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Жоқ, қамат түсіруіміз керек. Ол да сүннет. Қамат түсіруіміз керек. Өзіңізше намаз оқитын болсаңыз, қамат түсіріңіз. Азанның үкімі жаңағында айтқандай, бірақ қаматқа келген кезде оны сіз түсіруіңіз керек. Қаматты айтуыңыз керек. Жоқ, жамаатқа кешігіп келсеңіз, жамаатқа үйіп кетесіз ғой. Мешіттің ішінде болмайды, өйткені ол макрух болады. Мешіттің ішінде екінші жамаат ол макрух болады. Ал егер сондай мешіттер болады, жолаушы мешіттер болады, трастан жанды. Ол кезде уже болады. Мешіттер бөлінеді. Келесі хадис عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة رواه البخاري. Бұл хадис Бухариде келеткен. Жабир радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім-де-кім азанды естіген кезде осы дұғаны айтатын болса, халлат лаху шафаати, онда менің шафаатым оған не болады? Тиесілі болады дейді. Қиямет күнінде менің шафаатым оған тиесілі болады дейді. Яғни қандай дұға? Аллахумма рабба хазиhi даъвати тамма. Яғни Аллахым осы дағуат. Қандай дағуат? Тәммә болған, яғни толық болған дағуат дейді. Әл-камилатул фадилату, яғни ең үлкен дағуат ол қандай дағуат? Ол азан болған дағуат. Кім-де-кім сол азаншы болатын болса, сол дағуаттың үлкен нелерін не істейді? Жаңағыдай сауаптарын алады. Неге
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осыны дауатты тәмма, яғни толық дағуат деп атады. Неге толық дағуат деп айтады? لأنها ذكر الله عز وجل يدعى بها إلى عبادته. Өйткені сен ол жақтан естисің, Аллах субхана ва тағаланы бірінші зікір қыласың, Алланы ұлықтайсың. Сөйтіп адамдарды неге шақырасың? Құлшылыққа шақырасың. وهذه الأشياء وما والاها هي التي تستحق وصف الكمالة والتمامة. Міне Алланы ұлықтау және де адамдарды құлшылыққа шақыру, міне осыны толық дағуат деп айтады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осыны айтқан. Яғни бұл комментарияны кім айтып жатыр? Мулла Али Қари рахматуллахи алейхи. وما سوى ذلك من أمور الدنيا يعرض به النقص والفساد. Ал енді осыдан бөлек нәрселердің барлығы, дүниеви мәселелердің барлығы, олар толық кәміл деп атай алмаймыз. Мысалға, сізді біреу бір кәсіпке шақырады, бір жаңағыдай нәрселер ашатты кәсіпке шақырады. Ол кәсіп, адамдар ойлап тапқан нәрселердің барлығы толық деп аталмайды, кәміл деп аталмайды. Неге? Өйткені сен құрдымға кетіп қалуы мүмкінсің. Қаншама адамдар мысалы мудораба капитал деген нәрселерді ашты, адамдар шақырды, дағуат қылды, блогерлерді салды, бірақ ең соңында олар не істеп кетті? Адамдарды тығырыққа тіреп, қарызға батырып, ақшаларын ұрлап кетті. Адам құрған нәрсе ол жетістікке жеткізеді деп айта алмаймыз біз. Сен оған толығымен сене алмайсың, бірақ осы азанға сен толығымен сене аласың. Азанның шақыруына сен толығымен сене аласың. Азан айтылып жатқан кезде сені мешітке шақырады ғой, сол мешітке келіп намазыңды оқып кетсең, сен не аласың? Сауабыңды ала аласың, толығымен аласың. Ол жақта ешқандай да бір сен аз ғана сауап алып қалды деген нәрсе жоқ. Мысалға, біздің Саламат ұстаз азан шақыра ма, Еркебұлан қари шақыра ма, екеуінде азанына біз толығымен сене аламыз. Екеуінде тәмма деп айта аламыз. Уассалатил қойма. Осы жерде енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, уассалатил қойма, яғни тұрғызылған намаз дейді, яғни дауати тәмма, толық болған дағуат, уассалатил қойма, тұрғызылған намаз дейді. Яғни осы тұрғызылған намаздың Раббысы. Намаз кім үшін оқылады? Намаз Раббымыз үшін оқылады. Осы тұрғызылып жатқан намаз ол Раббымыз үшін. Осы намаздың Раббысы. Ати Мухаммадан. Ати Мухаммадан дегеніміз не? Аллахым бер. Мұхаммадқа бер. Нені бер? Әл-василата. Василаны бер. Васила дегеніміз жаңа айтқандай үлкен жәннаттың ең үлкен дәрежесі. Уәл-фадилата. Уәл-фадила дегеніміз не? Қосымша тағы да дәрежені бер. Тағы да қосымша дәрежелер бар. وأما الزيادة والدرجة الرفيعة المشتهرة على الألسنة فقال السخاوي لم أره في شيء من الروايات زيادة والدرجة الرفيعة المشتهرة روايات. Енді имам Сахауи рахматуллахи алейхи айтады, мен басқа бір риуаяттарда бұндай қосымша нәрсені көрмедім дейді. Бірақ осы Бұхариде келген осы хадисте осындай қосымша бар екен. Әл-фадилата деген сөз бар екен дейді. Сол үшін біз осы фадилата деген сөзді қосамыз. Одан кейін бар. Вабаасху мақамам махмудан. Яғни Аллах субхана ва тағалаға Алладан дұға тілейміз. Я Аллахым, оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды не істей көр? Вабаасху дегеніміз тірілте көр. Немесе арсилху, оны жібер, сондай жерге жібер. Аусилху, оны сондай жерге алып бар. Қандай жер? Мақаман махмудан. Сондай бір мақамға алып бар. Мақам дегеніміз жер, сондай жер. Қандай? Махмудан. Махмудан дегеніміз не? Хамд. Мақтаулы жерге алып бар дейді. Мақам аш-шафаати, яғни шафағат болатын жерге алып бар. Әлләзи уәатта, сен өзің уәде еткен жерге алып бар дейді. Сен өзің уәде еткен жерге. Өйткені Аллах субхана ва тағала Құранда айтады, басқа бір аяттарда айтады, аса айябаатака раббука мақаман махмуда. Аллах тағала сенің Раббың сені мақтаулы бір жерге алып бару мүмкін деген аят бар екен.
Көрдіңіз ба? Ибн Аббас рахматуллахи радиаллаху анху айтады: "Ай мақаман юхмидука фихи ал-аувалуна вал-ахарун". Ол сондай жер дейді, алғашқылар және де соңғы бүткіл жаратылыс сені мақтайтын жер, сол мақтайтын жер деп айтады. Ва ташрафу фихи ала жамиил халаиқи, бүткіл адамдардың, бүткіл жаратылыс, адам емес, бүткіл жаратылыстың алдындағы ол сондай мақтаулы жер дейді. Тасалу фа туъта. Ол жерде сен не сұрайсың, саған берілетін жер дейді. Яғни дұға 100% қабыл болатын жер дейді. Ва ташфау фа тушфау. Сен егер де Алладан шапағатты сұрайтын болса, Аллах Тағала саған рұқсат беріп жіберетін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шапағат қылу үшін Алладан рұқсат сұрайды. Я Аллахым, осы адамдарға, осындай түрлі адамдарға шапағат қылсам бола ма деп Алладан рұқсат сұрайды. Сонда Аллах Тағала оған рұқсат береді, ол шапағат қылады. Сондай жер дейді, сондай мақам дейді. Лейса ахадун илля тахта вилаик. Және де ливаик. Бұл тек қана сенің ғана астында тұратын мақам деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай жерге келеді екен. Бұл мақамға тек қана кім аяқ басады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғана аяқ басады екен. Бұны Ибн Аббас радиаллаху анху айтады. ذكره الطبي وفي رواية لابن حبان المقام المحمود وزاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. Мысалға Байхақида келеді, إنك لا تخلف الميعاد деген жаңағы сөзді қосады екен Байхақида. Бұл да хадисте келеді. وأما زيادة يا أرحم الراحمين, мысалға يا أرحم الراحمين деп келетін болса, فلا وجود لها في كتب الحديث. يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين деп келеді ғой жаңағыдай. يا أرحم الراحمين деген сөз ол хадистерде келмеген екен бірақ дейді. وقيل والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب. الوقوع بوعد الله وعسى في الآية. Енді не үшін бұл кезде біз Алладан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы мақамды сұрап береміз? Неге сұрап береміз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бұл нәрсе бәрібір де уәжіп болады ғой. Уәжіп болады ғой. Бұны білеміз ғой. Аллах Тағала өзі айтты ғой. Бірақ Аллах субханала тағала Құранда айтқан кезде аса деп айтты дейді. Мүмкін деп айтты дейді. Мүмкін. Бірақ иншалла біздің күмәніміз болмасын, Аллах Тағала ол мақамды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол мақамда тұрып бізге шапағат етеді, Алладан сұрайды. Өзінің үмметі үшін керек нәрсенің барлығын сол жерде сұрайды. Не үшін Аллах Тағала бұл жерде аса деп айтып жатыр? Бұл дейді изхарун ли шарафихи, бұл Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның шарапаттылығын білдіру үшін дейді. Біз барлығымыз соны біліп тұрып, егер де сұрамасақ, біз онда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға шарафат көрсетпеген боламыз. Оған құрмет көрсетпеген боламыз. Сол үшін мүмкін деген сөзді айтты дейді. Сол үшін біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы нәрсені оған болатынын біліп тұрсақ та не істеуіміз керек? Сұрауымыз керек. Халлат, яғни халлат деген сөз уәжабат деген мағынаны білдіреді дейді. Уәжіп болады кімге? Менің шапағатым сол адамға уәжіп болады. Яумал қиямати, қиямет күнінде сол адамға уәжіп болады дейді. Сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шапағатына біз уәжіп, оның шапағаты бізге уәжіп болу үшін осы дұғаны оқуымыз керек, азан айтып болғаннан кейін. Келесі хадис. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الآذان فإن سمع آذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا إليه فإذا هو راعي معزا رواه مسلم ديت. Анас радиаллаху анхудан жеткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ол айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрқашанда ида тала аль-фаджру таңның уақытысы шыққан кезде ли'алама аннахум муслимун ау куффарун ва фихи иқтибасу мин қаулихи фалмуғирати субха қала
بصيغة مضارعة تدل على الاستمرار، أي كان عادته ودأبه، والإغارة كبس القوم على غفلة وهي بالليل أولى، لعل تأخيرها إلى الصبح لاستماع الآذان نقله ميرك وكتب تحته وفيه ولا أعلم ما فيه إلا أن يقال استمرارا مستفادة من كان لا من المضارعة والله أعلم، كما وكان يستمع الآذان يطلب سماعه ليعرف حالهم به. Таң намазының уақытысы кірген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істейтін болған? Юғиру дейді. Юғиру дегеніміз яғни адамдарды соған оятатын болған дейді. Және де ол азанды естейтін болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Фаин самиа аданан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам азанды естіген кезде әмсәка деп айтады, яғни жаңағы нәрсені ескертулерді тоқтататын болған дейді. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Саад ибн Аби Вақас радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман қала хина ал-муаззину ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху радиту биллахи раббан ва би Мухаммадин расулан ва бил ислами динан гуфира лаху занбуху." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: "Кімде кім азанды естіген кезде мынаны айтатын болса дейді. Азанды естіп болғаннан кейін أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا деп айтатын болса дейді, غفر له ذنبه, оның күнәлері кешіріледі дейді. Күнәлері кешіріледі. Енді шахадат барлығымыз білеміз, шахадат. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Енді хадисте келетін болса, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла деп айтасыз. Сосын радиту биллахи раббан, бәріміз білеміз ғой? Мен Алланы Раббым деп разы боламын. Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар деп разы боламын. Исламды дінім деп разы боламын деген сөз ғой. Осы нәрсені айтатын болсаңыз, ғуфира лаху занбуху, оның күнәлері кешіріледі дейді. Оның күнәлері кешіріледі дейді. Бұл жерде минас сағаири, кіші күнәлер кешіріледі. Ва хуа яхтамил ан якуна ихбаран ау ан якуна дуаун қала ибн ал-Малик вал ауалу хуа ал-муауал. Раваху Муслим. Бұл Муслимде келетін хадис дейді. Енді ол бөлек хадистерде келеді. Радиту биллахи раббан, я сахи хадистерде келеді. Мысалға Байхақиде келген хадисте: "Ман самиа ал-муаззина юаззин", кімде кім муаззинді еститін болса, азанын юаззин, ол да қайталасын дейді. Сөйтіп айтсын дейді, азан біткеннен кейін: "Радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин алейхи салату вассалам набиян" деген дұғаны оқысын дейді. "Вал Құрану имаман вал Каъбату қиблатан", осындай тағы да сөздерді қосады екен. Байхақиде келген хадисте осы сөздерді қосады. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اكتب شهادتي هذه في عليين. يا اللهم менің куәлігімді عليينге жазып қой. وأشهد عليها ملائكته المقربين. және де мен куәлік етемін, мен куәландырамын дейді. Кімдерді? Жақын болған періштелерді куәландырамын дейді. وأنبياءك المرسلين. бүткіл пайғамбарларымды куәландырамын. Олар маған куәлік етсін дейді. وعبادك الصالحين. және де салихалы құлдарымды куәландырамын дейді. وختم عليها بآمين. сөйтіп әмин деп сол дұғасын бітірсін деп айтады дейді. Көрдіңіз бе? Енді хадистер көп келеді, осыған байланысты хадистер. Намаз болды ма? 2 минут қалды. Мешітке келу, азанды естіп тұрып мешітке келу, ол суннат муаккада.
яғни уәжіпке жақын. Яғни азанды естідіңіз, мешітке келмесеңіз, онда өте қиын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, мен сондай нәрсе қалаймын дейді. Көшедегі бүткіл балалардың бәрін жинап, азанды шақыртып, кім азан айтпаса, азанға жауап бермесе, яғни мешітке бармай қойса, үйінде намаз оқитын болса, мен солардың үйлерін өртеуді өте қатты қалаймын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен. Сол үйді өртеп жіберуге қатты қалаймын дейді. Сол үшін біз мешітке келіп жамағатпен намаз оқуымыз ол уәжіпке жақын. Уәжіпке жақын. Көп адамдар бізде азан шақырылып жатса мешітке келмейді. Келуіміз керек. Мысалға Шафии мазхабында уәжіп. Бізде уәжіпке жақын. Бұл жерде жауап бер дегеніміз ол әмір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әмірі болады. Осымен біз дәрісімізді аяқтайық. Ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.